Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Жанерке бүгін 10 минутта дайын болатын өте күшті өз формасын жақсы ұстайтын сырдың рецептімен бөлсемін. Менің каналыма тіркеліп видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бізге 1 литрдай сүт керек. Қолдың немесе дүкеннің ешқандай айырмашылығы жоқ. 1 шай қасық тұз қосып, газға орта отқа қоямыз. Бөлек ыдысымызға 3 жұмыртқамызды жағып аламыз. Кейін осындай 15%-дық қаймақ қосамыз. Сіздер қолдың қаймағын қолдансаңыздар болады, болмаса 20%-дық. Аса бір айырмашылығы жоқ. Барлығын жақсылап біріккенше араластырып аламыз. Сүт қайнамау керек, яғни қайнауға дейінгі уақытта біз қаймақты қосатын боламыз. Сүтіңіз жылы да болмау керек. Қайнауға сәл қалған кезде араластыра тұрып қаймағымызды қосатын боламыз. Және осы кезде газдың асты орта оттан сәл төмен болу керек. Қаймағымызды қосып болғаннан кейін біздің сүтіміз іри бастайды, және түбі жабысып қалмас үшін арасында 2-3 рет ақырындап араластырып тұрыңыздар. Міне енді сүтіміз қоюланып жатыр. Енді газдың астын жай қойып 2-3 минуттай қайнаған күтеміз ең баяу отта. Сол сәтте біздің сары суымыз шығады. Менде 2-3 минуттай уақыт өтті. Қарасаңыздар дәл осылай сары суы шығады. Енді бұны тез арада сүзіп аламыз. Марлиге немесе ситаға сүзіп алсаңыздар болады. Көріп тұрғандарыңыздай ыстық күйінде жұмыс жасап жатырмын. Себебі ішіндегі суын тез арада шығарып тастау керек. Әйтпесе біздің сырымыз бір-біріне жабыспай қалады. Барлық ыстық суларын шығарып тастаймыз. Ал енді сырымызды ауыр затқа бастырып қоямыз. Жарты сағаттай уақыт өткеннен кейін сырымызды қолдана берсек болады. Міне біздің өз қолымыздан жасаған сырымыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай құрамында барлығы табиғи өнім, әсіресе қолжетімді, бір жағынан тез жасалады. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Дәл осы рецептпен жасасаңыздар, сіздерде дәл менікіндей керемет сыр шығады. Көріп тұрғандарыңыздай құрамында ешқандай химикат, зиянды заттар жоқ. Балаларыңызға қорықпай ұсынсаңыздар болады. Ал енді видеом ұнаса лайк басып, пікіріңіз болса комментарий бөліміне жаза кетіңіз. Басқа да қызықты видеоларымды жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жанерке.